Бұл әңгіме әйел тағдыры жөнінде. Аяғын аңдамай басқан Сара кісі қолынан қаза табады. Әрі қарай оқиға Сараның сіңлісінің баяндауы бойынша өрбиді. Жұмыста қағаз жазып отырғам. Телефон шырылдап қоя берді. Көтердім де. Аудандық әкімшіліктің канцелярия бөлімі. Тыңдап тұрмын дедім. Алло, сәлеметсіз бе? Аудандық соттан. Іс жүргізуші Дәулетпін, сіздерге қатынас қағаз жіберген едік. Жауап берілмеген сияқты. Қарап көріңізші. 1 сағаттан соң сот отырысы болушы еді. Қатты қажет болып тұрғаны деді. Осыдан 2-3 күн бұрын бөлім басшысына жеткізгенім есіме түсті. Қатынас қағазыңызды кадрлар бөлімінің басшысына жеткізгенмін. Неліктен жауап бермегенін айта алмаймын. Қазір қабылдау бөліміне хабарласайын. Телефон нөміріңізді қалдырсаңыз дедім де, алдымдағы қаламды алып жазуға кірістім. Тұтқаны қойған соң таныс нөмірді тердім. Сәлем, Гүлден, аудандық соттан келген қатынасқа жауап берілмеді деп хабарласып жатыр. Неліктен орындалмаған дей бергенімде, тұтқаның ар жағындағы жанның Әлия Саматқызы, кеше кешкісін шығыс нөмір қойып беріңізші деп апарып бергенмін. Сіз асығыс болдыңыз да үстеліме қойып кет. Ертең қоярмын дегенсіз. Бастықтың қолы қойылған деді. Жалма-жан үстелімнің үстін ақтаруға кірістім. Табылды ау. Осылай қағазға көміліп отырып, арасында шатасатынымды ай. Енді мұны қалайда жеткізу керек. Себебі кінәлі мен едім. Көмекші де сұранып кеткен. Сағатыма қарасам, әлі 40 минуттай бар. Қағазды алып сыртқа шықтым. 20 минутта жетіппін. Есік алдындағы күзетшіге Дәулетті шақыруын өтіндім. Бір мезетте орта бойлы, жұқалтақ сары жігіт келіп күзетшіге мені дей бергенде Дәулет осау деп топшылап мен еді шақырған. Аудандық канцелярия қызметкерімін. Қағазыңызды әкелдім. Айып етпеңіз. Менің үстелімде қалып қойыпты деп құжатты ұсындым. Тағы да сәлеметсіз бе? Жеткізіп бергеніңізге рахмет. Мен барайын. Сот отырысы шамалыдан соң басталады. Сау болыңыз деп кері бұрылды. Бір абыройсыздықтан құтылдым ау. Жұмысыма қайтайын деп шығып бара жатыр едім, біреудің Әлия демесі бар ма? Дауыс шыққан жаққа жалт қарадым. Сот отырысына жиналған жандарма бұрышта бір топ адам тұр. Біреуі бері қарай бұрылды. Сонда барып 11 жыл бірге оқыған сыныптас қызды таныдым. Түк өзгермепті. Сол баяғы ұзын бойлы, қара тыры өңді сауле, тек көз айналасына әжім ерте түскендей. Сәлем, құрбым. Қайдан жүрсің? Көріспегелі 10 жыл болған шығар. Ауылға келгеніңді естімеппін деп сәулемен жылы амандастым. Рас айтасың. Біраз уақытта артқа тастаппыз. Сен өзгеріпсің. Әдеміленіп арттапсың. Бұрын топ-топмақ болатынсың. Өзіңді бауырсақ деп мазақтаушы едік. Есіңде ме? Деді де, шашымнан ұстап, шаш қиған саған жарасады екен. Бұрын қылып өруші едің дегені. Стильді өзгертуге тура келді. Айтпақшы, мұнда жай келіп бе едің? Әлде бірдеңе болды ма деп сәулеге қарадым. Осы уақытта күзетшінің сот отырысына қатысушылар кіріңіздер дегені. Бұрыштағы топ бері жылжыды. Сәуле де, мен барайын. Сотқа қатысуым керек. 1-7 осында боламын. Телефон нөмеріңді берші. Босаған уақытта хабарласармын деп телефонын алды. Сәуле сот залына кірді де, мен жұмысыма кеттім. Арада 2 күн өткенде ұялы телефоныма белгісіз нөмерден қоңырау түсті. Дәуде болса, Сәуле болар деген оймен қоңырауды көтердім. Қателеспеппін. Алло, Әлияш, бұл Сәуле, қалың қалай? Ертең сенбі. Бүгін бір жерге отырып келеміз бе? Әлде бос емесің бе деді. Болады, жұмыстан 6:30-да босаймын. Аудандық әкімшілікті білетін боларсың. Соған жақын жақсы дәмхана бар. Тамағы да дәмді. 6-дан кете сол жерге келе берсеңші. Мен де жұмыстан шыға барармын дедім. Жақсы, онда кездескенше деп тұтқаны қойды. Қағазбен отырып уақыттың қалай өткенін байқамай қалыппын. Бір мезетте телефоныма хабарлама келіп түсті. Келіп отырмын деп Сәуле жазып жіберіпті. Сағат 6:30 болыпты. Салт бас, сабау қамшы болғасын, көбіне жұмыстан шығуға асықпайтынмын. Бәрін тастап киіндім де шығып кеттім. Көктем келгенімен әлі де салқындық бар болатын.
Дәмханаға келсем, Сәуле бұрыштағы орынға жайғасыпты. Сәлем деп қасына жайғастым. О, сәлем. Жұмыс аяғы болса да, асығар түрің жоқ. Ұмытып кеткен шығарсың деп, хабарлама жіберіп едім. Нендей жаңалықтар бар? Тұрмысқа шығар ойың жоқ па? Қашанға дейін жалғыз жүрмексің, жасың болса, 30-ға таяп қалды. Мен болсам, үшеуін туып тастадым деп күлді. Бақытымды кездестіре алмай жүргендердің бірімін. Әуелі оқу дедім. Онан кейін жұмыс жасап, атанама, бауырыма көмектесемін деп жүріп қалдым. Атанамды осында, ауданға көшіріп әкелдім. Ауылда қиын. Інімде оқуда. Мені қойшы, өзіңді айтшы. Қаланың жігітіне тұрмысқа шықты деп естіп едім. Айтпақшы, атанаң аман ба? Ол кісілер әлі ауылда болар дей бергенімде, даяшы тапсырыс қабылдауға келді. Тапсырысты бердік те, әңгімені әрі қарай жалғастырдық. Бұл жолы сөзді Сәуле бастады. Атанам ауылда. Бұрынғыдай емес, қартайып, әл-қуаттары кеткен. Ағамның қолында. Апамның өлімі оларды ойсыратып кетті дегенде, шошып кеттім. Апамның өлімі несі? Сара әпкеме? Ол кісі қайтыс болды ма не? Осы естуім. Қазаның арты қайырлы болсын. Не болды, ауырды ма? Әлі жас емес пе? Қап, алдай. Жақсы адам болатұғын. Білесің бе, бала күнімізде ылғи бізді қорғап жүретін. Біреу тиіссе, маған айтыңдар деуші еді деп Сәулеге қарадым. Сәуле көзіне жас алып, әпкемнің жақсылығын қайдан ұмытайын. 30-дың екеуіне келгенде кісі қолынан қаза тауып отыр. Кеше соның сот отырысы болған. Өлтірген адамды 10 жылға соттады. Артында шырылдап 4 баласы қалды. Күйеуде жүрген бір қасқа. Не аузында сөзі жоқ, не бітірер шаруасы жоқ. Жиендерге қиын болды. Атанам алып баққылары келеді. Оған жеңгемнен бата алмайды. Олардың өздерінің 5 баласы бар. Мен алып кетейін десем, қуықтай 2 бөлмелі үйге қалай сыйдырамын? Әке-шешемді осында көшіріп әкеліп, жиендерін қолдарына алып берсем деймін. Сол шаруаларды реттестіріп кету үшін қалғам деді. Ой, бұл болмаған екен. Кісі қолынан қаза табатындай, не жағдай болды? Менен көмек қажет пе дедім. Жоға, пейіліңе рахмет. Әзірге шешілетін түрі бар. Қажет болса, хабарласармын. Телефоныңды алмай қойып жүрме деп қалжыңдағандай болды. Даяшы тапсырыстарды әкеліп, екеуміз ас ішуге кірістік. Ойымнан әпкесінің оқиғасы кетер емес. Білуге құмартып отырмын. Түрімнен ұқты ма, Сәуленің, білгін келіп бара ма? Мектепте де осында едің. Бәрін білуге құмартып тұратынсың. Біраз уақытыңда алуы мүмкін. Тыңдауға дайынсың ба дегені. Ертең демалыс қайда асығамын. Тамақтануға барамын деп атанама ескертіп қойғанмын. Сондықтан алаң болма. Мен дайынмын дедім де ыңғайланып отырдым. Сәуле алдындағы стаканнан бір жұтым су ішті де, асықпай әңгімесін бастады. Осыдан 4 ай бұрын болған оқиға. Әпкем Сараны өзің білесің, мектепке өте пысық болатын. Ерте есейді ме, жоғарғы оқу орнын бітіретін жылы аяғы ауырлап қалды. Жігіті деген жан отбасылы адам екен. Әрине үйленуден бас тартты. Елге қарар бетіміз жоқ деп, атанам ашуланды. Қолыңды кесесің бе, болар іс болды. Бұдан шығар жол іздеп жанталасты. Әкемнің бір танысы көрші ауылдағы осы жездемізді құлақ қағыс етіпті. Аузында сөзі жоқ, момын жігіт. Жалғыз анасы бар көрінеді. Әскерде жүргенде басынан жарақат алған ба, сондай бірдеңесі бар. Кәдімгі еркек болғанымен қылығы баладай. Айтпасаң түсіндірмесең отыра береді. Қойшы, сонымен не керек? Әпкем сол үйдің босағасын аттады. Сөзім ауыр болмасын, енесі де аурушаң, ешкіммен қақ соғы жоқ, жан болатын. Сара балалы болған соң, анам барып бағып, сандуғашты жұмысқа шығарды. Себебі күйеуінің мүгедектік зейнетақысы баланың қажеттіліктерінен артылмаса. Енесінің зейнетақысы тамаққа жетпеуші еді. Әкем адам салып жүріп, мектепке орналастырды. Жұмысқа шығып, адам болған Сара өзгере бастады. Күйеуін менсінбейтінін анық білдіретін. Бірақ амалы жоқ. Әкесінің үйіне қайта бара алмайды. Бұл уақытта ағамда үйленген болатын. Мен қалада оқып жаттым. Демалысқа келгенде болмаса, артық әңгімелерін білмеуші едім.
Оқу бітіріп, тұрмысқа шықтым. Балалы болып, үйде отырып қалдым. Бір-бірімізбен телефон арқылы сөйлескеніміз болмаса, жиі кездеспейтінбіз. Мен ауылға айына жылына бір барамын. Ата-анам көбіне маған келетін. Әпкем де анда-санда соғып кеткені болмаса, көп келе бермейтін. Жездемізге тиген соңда 3 бала туып алды. Оларды да анам бағып берген болатын. Осылай жүріп, 10 жылдың өткенін байқамай қалыппыз.